Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда функцияның графигі тарауына есептер шығарамыз. Бірінші тапсырманы қарастырайық. Теңдеуді графиктік тәсілмен шешіңіздер. 2 бөлінген 3х азайтылған 5 тең болады 2х-ке. Алдымен теңдеуді мына түрде жазып алайық. 2 бөлінген 3х тең болады 2х қосу 5. Енді бұл теңдеуді графиктік тәсілмен шешу үшін біз y тең болады 2 бөлінген 3х функциясының және y тең болады 2х қосу 5 сызықтық функциясының графиктерін бір координаталық жүйеде саламыз. Бірінші, y тең болады 2 бөлінген 3х функциясы. X-ке мән беріп, сәйкесінше y мәндерін есептейік. X-ке 1 бергенде y-іміз 2 бөлінген 3, X-ке 2 бергенде y 3-тен 1-ге тең, және X-ке 3-тен 1 берсек, y 2-ге тең. Сол сияқты X-ке минус 3-тен 1 берсек, y минус 2-ге тең, X-ке минус 2-ні береміз, y минус 3-тен 1 болады, және X-ке минус 1 береміз, y минус 3-тен 2 болады. Енді осы табылған нүктелерді координаталық жазықтықта бейнелеп, график салайық. X 1-ге тең болғанда, y 3-тен 2-ге тең. Мынау нүкте. Келесі, X 2-ге тең болғанда, y 3-тен 1-ге тең. Белгілеп қойдық. Келесі, X 3-тен 1-ге тең болғанда, y 2-ге тең. Сол нүктесін белгіледік. Келесі, X минус 1-ге тең болғанда, y минус 3-тен 2-ге тең болады. Белгіледік. Келесі x минус 2-ге тең болғанда y минус 3-тен 1, мынау нүкте, және x минус 3-тен 1 болғанда y минус 2-ге тең. Нүктені белгіледік. Енді осы белгіленген нүктелер арқылы график жүргізейік. Міне ізделінді графигімізді алдық. Енді келесі y тең болады 2х қосылған 5 функциясының графигін саламыз. X 0-ге тең болғанда y 5-ге тең. Және екінші нүктені алсақ, x минус 1-ге тең болғанда y 3-ге тең. Сызықтық функцияның графигін салу үшін осы екі нүкте жеткілікті. 0-де 5 нүктесін белгілейік, және минус 1-де 3 нүктесін белгілейміз. Осы екі нүкте арқылы түзуімізді жүргізейік. Мінекей түзуімізді жүргіздік. Енді бізге теңдеудің түбірін табу үшін осы екі функция графиктерінің қиылысу нүктелерін белгілеп, координатасын анықтау керек. Теңдеудің екі түбірі бар екенін көріп отырмыз. Енді осы нүктелердің координаталарын анықтайық. Теңдеудің бірінші түбірі x минус 2,7 шамамен, y минус 0,2. Екінші нүктесі, кей нүктесі, оның координаталары шамамен 0,1-де, y 5,2. Яғни теңдеудің екінші түбірі 0,1-де 5,2. Келесі тапсырманы қарастырайық. Теңдеуді график тәсілмен шешіңіздер. 0,5х квадрат тең болады минус 3 бөлінген 4х теңдеуі берілген. Тағы да бұл теңдеуді шешу үшін y тең болады 0,5х квадрат және y тең болады минус 3 бөлінген 4х функцияларының графиктерін осы координаталық жазықтықта салайық. Бірінші, y тең болады 0,5х-тің квадраты. X-ке мән беріп, сәйкесінше y мәндерін есептейміз. X-ке 0 бергенде y 0-ге тең. X-ке 1 берсек, y 2-ден 1-ге тең. Яғни 0,5. X-ке минус 1 бергенде y 0,5-ге тең. X-ке 2 бергенде y 2-ге тең. X-ке минус 2 берсек, y 2-ге тең. X-ке 3 бергенде y 4,5-ға тең. Және x-ке минус 3 берсек, y 4,5-ға тең болады. Енді осы нүктелерді белгілеп, график саламыз. Мінекей қажетті нүктелерді белгіледік. Графикті салайық. Енді келесі функция y тең болады минус 3 бөлінген 4х функциясының графигін саламыз. X-ке 3-ті береміз. Y минус 4-тен 1. X-ке 1-ді беретін болсақ,
y минус 4-тен 3 және x-ке 4-тен 1-ді берсек, y минус 3 болады. Енді x-ке минус 4-тен 1-ді береміз. Y плюс 3-ке тең. Минус 1-ді берсек 4-тен 3 және минус 3-ді берсек 4-тен 1. Осы нүктелерді белгілеп графигіміз саламыз. Бізге қажетті нүктелерді белгіледік. Енді график салайық. Графигімізді жүргіздік. Енді теңдеудің түбірін табу үшін осы екі графиктің қиылысу нүктелерін анықтаймыз. Біз қазір көріп отырмыз, олар екінші ширекте бір нүктеде қиылысып тұр екен. Ендеше бұл қиылысу нүктесінің координатасын табуымыз керек. Сонымен қиылысу нүктесінің координатасы x минус 1,1-де, y-гі 0,7. Сонда есептің жауабы минус 1,1-де 0,7 болады. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда функция графигі тақырыбына есептер шығардық. Сіздерге үйге осы есептерді беремін. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.